Мынау бізде динамометр деп аталады. Күштерді анықтай аламыз. Біздің жағдайда мына динамометрде көріп тұрсыздар ма, серіппе орналасқан. Екеуі, бірақ серіппе бізде екі түрлі. Екі бірдей екі денені аламын мінекей. Енді осыны аламын да мынаған ілемін. Екеуінің қалай өлшегенін көріп тұрсыздар ғой, екеуі екі түрлі. Неге? Өйткені серіппелер бізде екі түрлі. Немесе физикада бізде оны қатандық деп айтады. Яғни серіппенің өзінің қатандығы әртүрлі. Мындай серіппе бар және мынандай серіппе бар. Мынаның қатандығы өзінікі бөлек болады, мынанікі да бөлек. Яғни қатандығы қаншалықты қалың орналасқан соны білдіреді. Ал дельта X дегеніміз не? Мысалы, бастапқыда біз серіппе қанша сантиметр екенін ең басынан қызылға дейін бірінші есептеп аламыз. Одан кейін барып денемізді саламыз. Мысалға, бастапқыда 5 сантиметр болса, енді ол созылды мысалға 8 сантиметрге дейін. Онда біз дельта X табу керекпіз. Дельта X деген бізде соңғысы, яғни осы. Мысалы, 8 сантиметр болды ғой, 8 сантиметрден азайтамыз. Бастапқысы бізде 5 сантиметр болды. Сол 5 сантиметрді азайтамыз. Сол бізде дельта X болады екен. Дельта X тен болады X2 минус X1. Яғни біз қаншалықты ұзарғанын анықтай алады екенбіз серіппенің. Негізі динамометр арқылы біз уже күштің қанша екенін тауып аламыз. Күшті білетін болсақ және қаншалықты ұзарғанын білетін болсақ, осы серіппенің қатандығы қанша екенін біз анықтай аламыз. Қанша көрсеттім? Мысалы, қазір 2 ньютонды көрсетіп тұр. 2 ньютон, F-іміз 2 ньютонға тең, ал ұзарды мысалға жаңа 8 сантиметрден 5 сантиметрге дейін. Сонда дельта X-іміз 3 сантиметрге тең. Сантиметрді бірінші метрге айналдырамыз, яғни 100-ге бөлеміз. Жаңағы күшімізді, мысалы 2 ньютон болды ма, 2-ні бөлеміз 3 көбейтілген 10-2 дәрежесіне. Сонда шыққан қатандық бізде осы серіппенің қаншалықты қатаң екенін, яғни нешеге тең екенін солай анықтай алады екенбіз. Бізде 66,67 ньютон бөлінген метрге тең болды.